Сәлем арна көрермендері, қазақша арнаны қолдап, осы арнаға тіркелі видеосына өзіңіздің алтын пікіріңізді жаза кетіңіз. Бүгінгі күннің жедел хабары Қайрат Сатыбалды туралы маңызды хабар тарады. Сот қандай шешімге келді? Бүгін Астанада Қайрат Сатыбалдының қылмыстық ісі бойынша сот отырысы өтті. Судья журналистерге Қайрат Сатыбалдының сот отырысынан бейне аудио жүргізуге тыйым салды. Тараптар кінәсін толық мойындады. Қайрат Сатыбалды Қазақтелекомға 12 миллион теңгені өтеп беретін болды. Адвокат сотталушылар Қайрат Сатыбалды мен Леонид Муравьев Қазақтелеком арнасымен медиативтік келісім жасалғанын айтты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күзет қызметі Сатыбалды Қазақтелеком ұлттық компаниясының қаражатын талан-таражға салды деген айыппен осы жылдың көктемінде қолға түскен болатын. Осы және басқа да ақпараттарды бірінші болып тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп пікір қалдыра кетіңіз.